Достар, нағыз танисыздар ма? Сәлем оқырман. Бүгін ботамен жаңа үміткері Айдоспен кездесу болып жатыр. Жарқын екеуі күліп қояды, тілдерін тапқандай жақсы әңгімелесіп отыр. Мен нан алам. Мен су алам. Ертең эфирде шығатындарын айтты, видео салмай ақ қояйын, көз тиіп кетеді деп күліп қояды бота. Жігіт жақсы қалжыңдасады екен, бір құшақ гүлдерінде алып келген. Жақсы кездесу болып жатқаны көрінді, әдемі екеуі жарасады. Шерхан болса сен жеңдің Ақбота деп Инстаграм желісінде видео шығарып жариялаған. Және де көрерменнің сұрақтарын жауап бергендей болды. Неге до конца бармайсың? Деген сұрақтарға деді. Біздің айырылысқанымызға 18 күн болды. Әлі реніші басылмай, көңілім суып, сезімі қалмады. Ұсыныс жасадым, кешірім сұрадым, күресуге тырыстым. Қыз қаламаса амал бар ма? Махаббат екі адамға бірдей керек сезім. Жалғыз олып өшсең де дым жасай алмайсың. Тағдырдың жазғаны. Кінә өзімнен. Деп көпшілікке жауап берді. Шерханның жеңілгені ме, шынымен де енді күреспей ме? Мүмкін ертең эфирде тағы да бір жауабын айтар, үміткер күте ме, күтпей ме? Көбі шынымен уайымдап қосылғанын қалап жатыр. Басқалары ештеңе шықпайды екеуінен дейді, кім білер. Пікірлер болса соңғы видеода осындай. Шерханға да сұлу қыздар келер не болды? Ақсақ па, соқыр ма, Алланың жазғанын көрек. Жаным ашиды басын салбыратып отырғанына, еңсеңді көтер, сенде бақытты болуға лайықтысың. Ботаға бақыт тілеймін, міне жақсы жігіт келді. Асықпай жақсы танып ал. Шерхан мен мінездерін келіспейді, ондай болады. Оны кешір, жолын толық ашылады. Шерхан мен Ақбота жарасымда қайта қосылса екен, біз тілекшіміз. Дейді YouTube'дегі оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз, жазып кетіңіз.